Биылғы жоспардағы қаз қайта жаңғырту мекемесінің ауқымды жұмысы басталып кетті. Мынау енді Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің маңындағы цитадель қорған қамалын ғылыми реставрациялық жұмысы. Дегенменде 2 жыл, 3 жыл бұрынғы біздің монитор жүргізіп жатқан жұмысымыздың нәтижесінде бұл қорған жыл сайынғы 10 сантиметр, 15 сантиметр кетіп жатқаны анықталды. Қазіргі таңда жұмысты ауқымды бастап кеттік. Жұмыстарымыз кірпіштен қаланады, алдымен фундамент құйылады. Одан қала берді кірпіштен таза құрылыс кірпіштерімен қаланып, оның сыртын қасбетін лай сыбақпен сабан араластырып, көненің технологиясымен жасаймыз. Әрине өздеріңіз көріп тұрғандай ауқымды жұмыс екені көрініп тұр. Дегенменде биылғы ағымдағы жылғы қараша желтоқсанда бітіреміз деген жоспарымыз бар.